Сәлем менің YouTube көрермендерім, амансыздар ма? Қалдеріңіз қалай? Мен сіздермен тағы да өзіме көмектескен 5 күннің ішінде гемоглобинімді 140-қа көтеріп берген рецептпен бөліскім келіп отыр. Яғни сіздер білесіздер, мен өзіме көмегі болса, яғни өзімнің туыстарыма, жақындарыма, достарыма, таныстарыма көмегі болып жатса, мен қалай болғанда да жаңағы дәрінің көмегісіз сондай рецепттерді салуға мен тырысамын сіздерге. Соны прям ізденемін, оқимын, қараймын, ақтарам. Соның бәрін өзіме жасап көремін, сосын сіздермен бөлісемін. Менің негізі өзім жылда сол қаным өте төмен. Ана жерге барып құлаймын, мына жерге барып құлаймын, әйтеуір сондай бір 80-мен жүре беремін, 70-пен өте төмен менің қаным. Железо жоқ, менде железо түсіп кеткесін, ол қан өмір көтерілмейді ғой. Сол себептен және менің 8 жасар қызым да өте аурушаң, кішкентай ауырып қала береді. Сөйтіп енді операцияға дайындап жатырмыз, қанын алып жатыр, несін алып жатыр. Соған деген қанын көтеріп, оған да осыны жасап беріп көргенмін. Қызыма да өте керемет, 144 қызымда болды гемоглобині. Мен сіздермен соны бөліскім келіп отыр. Сіздерге де ем болсыншы деймін. Ешқандай дәрісіз, химикатсыз, осындай табиғи жолмен емделсе екен деймін ғой. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар менің каналыма, подписка жасап, колокольчикті басып қойсаңыздар, мен бірінші болып шығатын боламын видео салғанда. Енді бұлар мен сіздерге білесіздер бұны, өте пайдалы. Енді мен сөзім жоқ, өзіме көмектескесін сіздерге осыны ерінбей жасап ішіңіздер. Әрине ол дәрі оңай ғой, сатып аласыз, ауылға сала саласыз, и все, гемоглобин көтересіз, ол қайтадан түсіп кетеді. Маған енді өзімнің гемоглобинімді ұстап тұрғаным, осы жемістермен ұстап тұрмын, қалай жасау керек екен, жолын көрсеткім келіп отыр сіздерге де. Бірге жасаңыздар, менімен бірге. Давайте. Міне осындай орешкалар, мейіз, өрік, чернослив, осындайлар керек болады біздерге. Енді осыларды мясорубкадан өткізіп аламыз. Так, қараңыздар оқырмандар, өткізіп алдым. Енді бізге жарты лимонның согы керек болады. Үстіне согын сығамыз қазір. Лимонды үстіне сығамыз жаңағы өткізген жемістерімізді. Өте дәмі керемет болады. Білесіздер ма, витамин қандай көп лимонның өзінде. Мед керек болады. Мед саламыз. Лимонның жартысын сықтық үстіне. Сығып алдық. Сол енді бізге не керек болады? Бал, натуральный, жаңағыдай өте. Енді шама келсе, натуральный аласыз ғой. Енді жақсылап араластырамыз. Қараңыздар. Барлығын бір келкі қылып араластырамыз, бір келкі болып барлығы тегістей араласу керек. Чернослив, несі, мейізі, өрігі, орешка, барлығын осылай араластырып, барлығын дұрыстап араластырып аламыз. Балыңыз табиғи болу керек. Сонда өте жақсы пайдасы бар. Осылай стеклянный банкаларға салып қоямыз. Сосын холодильникке салып қоямыз. Морозильникке емес, холодильникке салып қоямыз. Ал көрермендер, міне дайын болды. Мен осындай 2 банка шықты. Біреуі кішкентай, біреуі үлкендеу банка. Енді оны қалай жейміз? Таңертең күнде аш қарында кішкентай қасықпен жеп тұрасыздар. Күнде ұмытпаңыздар, аш қарында кішкентай қасықпен 1 қасық жеп тұрасыздар. Балаларыңызға да беріңіздер, өздеріңіз де жеп тұрыңыздар. Үнемі көресіздер, результатын көресіздер. Енді ала бұйыртса, бұл біткесін тағы да жасайтын. Мен тоқтамайым, жасай берем, себебі бұның ешқандай зияны жоқ қой. Жей береміз. Вот, гемоглобин 140-қа көтерді деген сол. Негізі өзім қатты ауыратын, негізі гемоглобин өте төмен менде. Сіздерге менің рецептім ұнаса, менің каналым ұнап жатырса, маған подписка жасауды ұмытпаңыздар оқырмандар. Көрермендерім, міндетті түрде сіздермен жаңа видеомен бөлісіп отыратын боламын. Өзіме көмегі болған видеомен бөлісіп отыратын боламын. Рахмет.